Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге қытырлақ әрі тез дайындалатын дәмді вафлилерді әзірлейтін боламыз. Бізге керегі ұн, 5 жұмыртқа, қант және де бөлме температурасындағы сары май. 5 жұмыртқаны ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды қосып, араластырамыз. Қант және де ұнның мөлшері, сары майдың мөлшері төменде жазылған қарап толықтай таныссаңыздар болады. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды салып миксерлейміз. Егер де миксер жоқ болса, онда жаңа майымызды ерітіп, вилкамен немесе венчикпен араластырсақ та болады. Енді ұнымызды екіге бөліп салып, оны да жақсылап араластырамыз. Егер де айтып өткенімдей, жаңа миксер болмаса, венчикпен де, вилкамен де өзіңіздің үйіңізде не бар, сонымен араластырсаңыз болады. Міне енді дайын болған массаны алдын ала қызып тұрған вафельницаға салып пісіріп аламыз. Вафлиді міне осылай жинақтасаңыз болады, дастарханға қойғанға ыңғайлы әрі жинақ болып тұрады. Немесе былай трубочка ұқсатып пістесеңіздер де. Қонаққа дастархан жайған кезде қасында пирожныйлар тұрады ғой, сол кезде міне осылай жинақ болып тұрады да, қасында басқа торт немесе печеньелер сыйып әдемі болып тұрады. Міне әдеттегідей тез дайындалатын әрі дәмді вафлилеріміз дайын болды. Қытырлақ, дәмінде енді сөз жоқ. Балалық шақтағы бұрынғы вафельницалар болады ғой, сода пісірілген вафли сияқты. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кет.